Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Бибінұр. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез жасалынатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4-5 картошка қажет, және де осындай видеодағыдай турап шығамыз. Менің каналымнан әртүрлі оңай жасалынатын видео рецепттер таба аласыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Табамызға кішкене сұйық май құямыз, және де туралған картошкамызды табамызға саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, жарты шай қасық паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған 190 градуста пешімізге 20 минутқа картошкамызды пісіріп аламыз. 450 грамм фаршымызды табамызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Және де бір пиязымызды видеодағыдай ұсақтап турап шығамыз. Туралған пиязымызды фаршымызға салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, жарты шай қасық паприка салып, жақсылап араластырып аламыз да 3-4 минут қуырамыз. Фаршымызға 2 аз қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Кішкене су құйып, тағы да 3-4 минутқа қуырамыз.
Картошкамыз дайын, бетіне фаршымызды орналастырып шығамыз. Бетіне ірімшік немесе моцарелламызды үкіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің тез дайындалатын өте дәмді кешкі асымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, үйдегілеріңізге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыздар, және де келесі видеода кездескенше.